Сәлем достар, сіздермен осындай өте жұмсақ күшті болып шығатын рогаликтің рецептісімен бөліскім келеді. Кішкентай кезімізде мамаларымыз осындай рогалики песочный жұмсақ қамырдан неше түрлі выпечка жасап беретін еді. Балалық шақтың дәмі өте керемет, жасап көріңіздер. Бізге жылы сүт керек болады. Бөлме температурасында тұрған бір шай қасық толтырмай тұз саласыздар. 6-7 граммдай ашытқан менікі фирма бақ майы, сосын 120 грамм шекер саласыздар да жақсылап осылай араластырып аласыздар. 2-3 ас қасық мен алдын ала онда електен өткізіп қойдым. 1 килограммдай алдым. Осылай 2-3 қасығын саласыздар да апара көтертіп қоясыздар. Сол кезде біздің ашытқымыз күшті көтеріліп шығады. 10-15 минуттен кейін осылай қамыр деп ашытқымызды алып осылай үстіне 100 грамм кез келген қаймақ салсаңыздар болады. 2 жұмыртқа түспей қалған видеоға. Сосын 100 грамм 150 граммдай сұйық май қосасыздар. Сұйық май болмай жатса ертіп сары май құйсаңыздар да болады. Осылай жақсылап тұрып жаймен деп саласыздар. 1 пачка ванилин салсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз. Ұнды бірден салып жібермеңіздер, бөліп саласыздар. Мына жерде 1 килограмм ұн болғанмен менде 900 граммдай кетті. Кейбір ұнның тығыздығы болады. Қарап тұрып елейсіздер, өткені бірден салып жіберсеңіздер. Біздің қамырдан жасалған рогалики болсын, печенье болсын, тығыз болып қалады. Осылай елеп боласыздар да, міне менде 100 граммдай қалды артығын. Көтертуге жібересіздер 1 сағат. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырларымыз көтеріліп шықты, күшті болып, жұмсақ. Мен мына жерде 5 бөлікке бөлдім, орташа қылып жасадым, кішкентайлау қылып. Өз еркіңіз қалай жасаймын десеңіздер де, үлкен или кішкентай бір шама шығады негізі. 3-4 бөлікке бөлсеңіздер де болады, үлкен қылып жасап. Бірақ мен 5 бөлікке бөлгендіктен менде шағында болды. Жайып қамырларымызды 12 бөлікке бөлеміз. Кез келген ішіне салма салсаңыздар да болады. Сүзбе, вареный сгущенка, джем, варенье. Я болмаса ештеме салмайым десеңіздер де өз еркіңіз. Осылай жайып болған соң ішіне шекер сеуіп салып жіберсеңіздер де болады. Құр өзі рогаликтің өзі де дәмді болады, негізі тәтті. Өз қалауларыңыз. Осылай жайып аласыздар да 12 бөлікке бөлесіздер. Бізде шағындау рогаликтер шығады. Мен осындай капля глазурь алдым, кондитерлік дүкендерінде болады. Сосын изюм алдым. Қоңыр, қара, қандай ұнатасыздар, сондай ала берсеңіздер болады. Кез келген осылай шамалы капля глазурь саламыз. Өздеріңіз қандай ақ шоколад ұнатсаңыздар да болады. Ақ вареный сгущенка, қара вареный сгущенка салсаңыздар да болады. Қара деп ақ деген қоңыр қоссаңыздар да болады. Бірақ бізде термостойкий болу керек. Жандарын жақсылап біріктіресіздер. Біздің ішіндегі начинкаларымыз шығып өтпеу керек. Піскен уақытта жайлап осылай жандарын біріктіріп орай бересіздер. Тартып. Сол кезде біздің рогаликтеріміз әдемі болып көрінеді. Өзіңіз не ұнатсаңыздар, соны салай беруге болады. Нутелла салуға болады. Бірақ енді қымбат демесеңіздер,
хлеб сгущенка, 3 желанияның сгущенкасын қолдануға болады. Джем, варенье. Бұл қамыр қай салмамен жасаса да үйлеседі. Осылай бір жұмыртқаны алып, үстіне сүтімізді құямыз да жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Сол кезде біздің рогаликтеріміз жылтырлайды. Жақсы болып. Үстіне мак, ақ күнжіт, қара күнжіт сепсеңіздер де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. 170-180 градуста пісіріп аласыздар. Керемет күшті болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушан басып қойыңыздар, көптеген рецепттер шығып тұрады. Ас болсын. Сау болыңыздар. Өте керемет.